есімді кейіпкеріміздің мысығын құтқармақ болғанынан басталады. Бірақ оның алдында кенеттен оған көмектесе алатын әдемі жігіт пайда болғанша, ол мұны қалай істеу керектігін білмейді. Бейшара қыз оған рахмет айтады, бірақ ол жауап бермейді. Бұл тәкаппар адам оған жиіркенішпен қарап, белгіленген кездесуге үлгеру үшін кетіп қалады. Содан кейін біз оның тәкаппарлығымен, салқынқандылығымен және бұзақылығымен, сонымен қатар ақылдылығымен танымал жаңа ауысқан студент екенін білеміз. Харизматикалық оқушы мектепке келгенде, директор оны ауыстырып, оны ең жақсы оқушылары бар сыныпқа тағайындауға шешім қабылдағанын хабарлайды. Ол оны мақтай береді, бірақ оның сөзінен кейін бірден кейіпкеріміз кіреді. Режиссердің жүзі әп-сәтте өзгеріп кетеді. Ол абдырап қалды, өйткені Талия кешігіп қалды, және ол өзін сәтсіздікке ұшырағанын біледі. Бұл оның көңілін қалдырады және жауап беру мүмкіндігінен айырады. Алайда, кейіпкердің өз мектебінде оқитынын білгенде, ол жасырын түрде қуанады. Бірақ кейіпкер директордың ұсынысын қабылдамайды және оның орнына Талио сияқты үлгерімі төмен оқушылардың сыныбында қалады. Ол кетіп бара жатыр, ал қадір қасиеті жоқ кейіпкеріміз оның соңынан ереді. Ол оның өз сыныбында оқитынына шын жүректен қуанады. Ол оған мысықты асырап алуды ұсынады. Мысық сені құтқарғаннан бері сені жақсы көреді. Мен оған қамқорлық жасай алмайтынымды білемін. Кейіпкер кездейсоқ келіседі. Кейінірек ол әкесіне көмектесу үшін кетіп бара жатқанда, оның қобалжығанын байқап, себебін сұрайды. Ол, міне, мен есейіп кеттім, деп жауап береді. Сондықтан мен өзім жақсы көретін жас жігітке өз сезімімді мойындайтын хат жазуым керек деп шештім. Бейшара қыз хат жаза бастайды. Өз сезімін мойындап, оған өзінің күні туралы, тіпті әкесімен болған жанжалдар туралы айтып береді. Мен оның рөлі қандай екенін де білмеймін, деп қосты ол. Біздің кейіпкеріміз душ қабылдап, жақын арада мектепте сабақ қайта басталатынын түсінеді. Бұл оған кейіпкерге өз сезімін мойындауға тағы бір мүмкіндік береді. Жаңа оқу жылы басталғанда, ол әдеттегідей мектепке барады. Достары оған әдемі орта мектеп оқушысы екенін қуанышпен айтып келеді. Оқушы олардың мектебіне қосылды. Олар оны мақтай береді. Кейіпкеріміз оның есімін естігенде, оның ескі досы екенін түсінгенде көзі бақырайып кетеді. Ол қазірдің өзінде оған тәнті болады. Бірақ оның жаңа оқушыға тәнті болғанын байқаса, ол ренжіп қалады. Оның қызғаншақ екені анық, бірақ ол әрекет етуге дайын емес. Кенеттен мектеп директоры әдемі оқушымен бірге кіріп, оны Тана деп таныстырады. Ол да оны мақтай береді. Содан кейін ол студенттерден өздерін таныстыруды сұрайды. Қыздар бірінші болып келеді. Олардың әрқайсысы жаңа оқушыға ғана емес, кейіпкерге де ғашық болады. Алайда кейіпкер оған ешқандай қызығушылық танытпайды. Кейіпкеріміздің өзін таныстыру кезегі келгенде, кейіпкер кенеттен бірдеңені есіне түсіреді. Олардың бір-бірін бала кезінен танитыны анық, бірақ соған қарамастан, профессор оның қасына отыруын сұрамайынша, ол өзін қызықтырмайтындай салқын әрекет етеді. Ол мүмкіндікті пайдаланып, оның назарын аударуға тырысты, бірақ нәтиже болмады. Ол жоқ сияқты салқынқандылық таныта береді. Бұл оның көңілін қалдырады, және ол достарымен кездескенде, олар бірдеңе дұрыс емес екенін байқайды. Олар мұның себебін сұрайды, және ол оларға, мен жақсы көретін адам, жаңа студент, мені елемей жүре береді деп жауап береді. Мен оңға бұрылсам, ол солға бұрылады. Мен оған қарасам, ол маған арқасын бұрады. Мен не істеуім керек? Оның досыны ол әлі де аудармашының жаңа студенті, және ол оны әрең кездестірді. Бірақ олар бәрібір оның жағына шығып, оны қарғай бастайды. Оларды тоқтатып, мен болсам, жоқ деп айтатын кейіпкеріміз, оған қарғыс айтпа. Оның құрбысы оған ашуланып, сен оны қайдан білесің, деп сұрайды. Сен оны бірінші рет көріп тұрсың. Ол оларға басынан бастап онымен демалыс кезінде танысқаны және оған мысығын да сыйлық ретінде бергені туралы әңгіме айтуы керек. Мұны естіген достары қуанып, оны жаңа студентпен таныстыруды ұйғарады. Содан кейін біздің бейшара кейіпкеріміз Талио мен оның достарының оған жақындап келе жатқанын көреді. Біздің кейіпкеріміз онымен сөйлесе бастайды. Ол оны есінде ме деп сұрайды. Демалыс пен мысық туралы айтады. Бірақ ол онымен кездескенін жоққа шығарады. Тіпті мысықтарды ұнатпайтынын айтады. Ол оның шынымен де солай ойлайтынын түсінеді. Кенеттен ол достарының кейіпкердің оған жауап беретініне бәс тіккенін және олар жеңгенін білгенде шошып кетеді. Талио бұл бәс тігуді білгенде, ол ренжіді. Кейіпкер оған күліп кетіп қалады. Бірақ біздің кейіпкеріміз бас тартпайды. Ол оның соңынан еріп, неге оны танымайтынын жоққа шығаратынын сұрайды. Ол онымен ешқашан кездеспегенін айтып, өтірік айта береді және оны жалғыз қалдыруын өтінеді. Келесі күні мектепте ол мысығына алаңдап, оны барлық жерден іздей бастайды. Бұл оны кейіпкермен алғаш рет таныстырған мысық. Ол іздеп жүргенде кейіпкер пайда болып, оған мысықтың қасында екенін және оның жағдайы жақсы екенін айтты. Ол бақытты болады, бірақ сонымен бірге қобалжыды. Ол оған сезімін мойындайтын хатты беруге тырысады. Ол одан хатты алып, жай ғана кетіп қалады. Біздің кейіпкеріміз толқып, өз ойына батып, мектепке қайта оралады. Ол маған келіп, мені жақсы көретінін айтама. Ол мені ойлап түні бойы ұйықтай алмайтынын айтама. Әлдене, ол өзінің сүйіспеншілігін мойындағанын елестетіп, сол түсінде өмір сүруді жалғастыруда. Бірақ кенеттен оның досы Кан оның ояу армандарын үзіп, бірдеңе көрсету үшін оны алып кетеді. Өкінішке орай, кейіпкер оның хатын алып, ондағы емле қателерін түзете бастады. Бұл туралы білгенде, ол өзін қорлық сезініп, бұл жерден кет, қорқақ деп ойлайтын болады. Ақырында бүкіл мектеп не болғанын біледі. Кан оған ашуланып, хатты алып, жыртып тастады. Келесі күні ол енді сезімін баса алмай,
кейіпкердің істеген ісі үшін жылайды. Кан оны жұбатуды шешеді. Кейінірек, кейіпкер үзіліс жасап жатқанда, кейіпкердің достары оны тастап кеткен қулығы үшін мазақ етеді. Кан оған ашуланып, оны қорғап, көзін бұра береді, бірақ кейіпкер оған мән бермейді және өзін салқын ұстай береді. Үзіліс кезінде кейіпкердің достары оның әрқашан қасында болатынын және оны қорғайтынын шешеді. Олар оған сен туралы жаман сөз айтқысы келетіндердің аузын жабамыз деп уәде береді. Канг оның әлі де ренжігенін байқап, оларға қонаққа баруды ұсынады. Олар сол күні бірге жақсы уақыт өткізді және ол өзін бақытты сезінеді. Өйткені оның жанында әрқашан оған көмектесетін достары бар. Кейінірек достары оны мейрамханаға шақырғанда, оның досы мейрамхананың иесі болып табылатын әкесі Талиуға көмектесуге барады. Содан кейін оның әкесі осы сәтті пайдаланып, досына қызының соңғы кездері ренжігенін байқағанын айтады. Ол одан себебін білесің бе деп сұрайды, бірақ ол оған өтірік айтып, бірдеңе білетінін айтып, оны қорғайтынына және оған ешкімнің рұқсат бермейтініне сендіріп, оған жақындаңыз. Әкесіне алғыс айту үшін ол қызының достарына дәм татуға барады. Ол оларға әрқашан оның жанында болғаны үшін алғыс айтады. Кенеттен мейрамханада жарылыс болды. Ғимарат олардың басына түскенше олардың бәрі жүгіріп шығады. Оқиғадан кейін оларға тәртіп бұзушы келіп, сұрақтар қояды. Ол кейіпкердің әкесінен күдіктенген, күдіктенбегенін сұрайды. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, мен мейрамхананы жарып жіберген адамға өте маңызды бір нәрсе айтқым келеді, дейді. Мен оны үйді құтқару үшін жалғыз қалдырамын. Бұл жақсы. Менің айтайын дегенім, іс жүзінде ештеңе болған жоқ. Тәртіп бұзушы одан, сен не айтып тұрғаныңа сенімдісің бе, деп сұрайды. Ол, қалай алмайсың, деп жауап береді. Мына үйге қарашы, мен саған ештеңе айтқан жоқпын ба? Бұл шынымен қиын. Өкінішке орай, үй толығымен қирап жатыр. Осыдан кейін кейіпкеріміз бен оның әкесі ресми түрде көшеде болады. Кейіпкеріміз келесі күні мектепке барғанда, оған бәрі басқаша қарайтынын байқап, оған жаны ашиды. Мектептен кейін әкесі апайымен бірге тұратындарын айтады. Келесі күні оның досы Конг оны мектепке апару үшін келеді. Әдеттегідей, ол осы мүмкіндікті пайдаланып, оған бірдеңе керек пе деп сұрайды. Ол қандай да бір кітаптар керек екенін айтады. Сондықтан ол оған қамқорлық жасап, жаңаларын сатып алуға уәде береді. Ол сабаққа келгенде кенеттен кейіпкердің сыныптан тез шығып бара жатқанын көріп, оның үстеліндегі кітаптарды байқайды. Ол оларды өзіне қалдырған адам деп ойлайды. Қуанып, достарына бұл туралы қуана айтып, оның өзгергенін және оған мейірімді болғанын талап етеді. Оның достары күмәнданып, оған кітаптарды әкелген адам екеніне сенбейтіндерін айтады. Ол оларға мән бермейтінін айтып, алғысын білдіру үшін жаңа хат жазуды ұйғарады. Содан кейін ол кетіп, бірнеше тұқым отырғызады. Күтпеген жерден кейіпкер қасында болады және ол кездейсоқ оған су шашады. Кешірім сұраудың орнына ол оған лайық екеніне өзін сендіреді. Өйткені ол бір күні оның хатын ашты. Содан кейін ол оған жаңа кітаптар әкелгені үшін алғыс айтады. Ол оны жай ғана бақытты деп мазақ етеді. Өйткені ол сәтсіздікке ұшырады. Ол оның қорлауын елемейді және әлі де бақытты болып қала береді. Оның достары оның неліктен бақытты екенін түсінбейді. Бірақ ол үшін оның ол туралы не ойлағаны маңызды. Ол оның үйі қирағаннан кейін қазір қайда тұратынын сұрайды. Ол оған мекен жайын береді, тіпті қонаққа келуін өтінеді, бірақ оған бәрібір ол кетіп қалады. Кейінірек кейіпкеріміз әкесіне біреу оған жаңа кітаптар сыйлағанын айтып, тағы да алғысын білдіреді. Кенет әкесі оған телефон соғуды жалғастырады. Оның кім екенін білуге шыққанда, оның ескі досы екенін білгенде шошып кетеді. Олар оны үйіне алып кетуге келгенін түсінеді. Кейіпкеріміз әкесімен бірге әкесінің досының үйіне барады. Осы уақытта Кан тәтесінің үйіне барады. Бірақ оның басқа жерге ауыстырылғанын біледі. Оның қайда кеткенін білмей, жазба жазып жатыр. Кейіпкер болса, әкесінің досының үйіне келіп, оның қаншалықты сәнді екеніне таңғалады. Ол кіре салысымен, ол жерде бір кездері кейіпкерге сыйлаған мысыққа ұқсайтын мысықты байқайды. Ол қуанып, онымен ойнауды ойлайды. Кенеттен оның алдынан кеңес беретін кейіпкерді тауып алып, оған сене алмайды. Ол таңқалып, оны қайдан табуға болатынын, қайдан білгенін сұрайды. Бірақ әдеттегідей ол жауап бермейді. Кенет оның қасына бейтаныс адам келіп, оны құшақтап алады. Сосын оны бірге кешкі асқа шақырады. Дәл осы жерде ол кейіпкердің шын мәнінде әкесінің досының ұлы екенін, оның құрбысының флирт екенін және олардың бірге өскенін білгенде шошып кетеді. Бірақ ол кейіпкердің шын мәнінде әкесінің досының ұлы екенін білмесе де, мен оны мүлде түсінбедім. Келесі күні мектепке бара жатқанда, кейіпкеріміз кейіпкердің інісінің оны қорлап жатқанын естиді. Ол онымен достасуға тырысады және ол туралы жақсы әсер қалдырады. Бірақ ол оған мүмкіндік бермейді. Ол оған батыр сияқты салқын қарайды. Ол отбасында гормондардың қызып жатқанын сезеді. Біздің кейіпкеріміз мектепке таңғы асқа барғанда, оның дәл алдында ұйықтап жатқанын көреді және ол оны өзімен бірге алып кетуден қорқады деп ойлайды. Кейіпкердің оларды тыңдаудан басқа амалы жоқ. Олар мектепке келе салысымен оны өзімен бірге алып кеткісі келмейтінін, бірге тұратыны туралы хабардың тарағанын қалайтынын түсінеді. Сондықтан ол кетіп қалады. Біздің кейіпкеріміз оған ашуланғандықтан ренжіді, бірақ ол ешкімді танымайтынын айта береді. Ол мектепке келе салысымен оны күтіп тұрған досы бар екенін біледі. Оны көрген бойда оның жаңа үй мекен жайын сұрап артынан жүгіреді. Бұл әлі де жаңа нәрсе, бірақ ол тағы не істеуге болатынын білмей
жауап беруден жалтаруға тырысады. Кінәсін жеңілдету үшін ол оған әкесінің досының үйіне көшкенін айтады. Ол оның нақты мекен жайын айтуын талап етеді. Өзін жасыру үшін ол әңгіме тақырыбын өзгертуге тырысады. Бірақ кенеттен оның басқа достары пайда болады. Бұл жерде ол олардың назарын аудара алды. Бірақ достарының оны жалғыз қалдырмағаны таң қалдырады. Олар жаңа мекен жайды сұрай береді. Ақырында ол ренжіп, оларға «Жоқ, мен мұны істегім келмейді» дейді. Ол өзін қолына алып, барлығынан қашып кетеді. Ол сыныпқа келгенде, мұғалім оның алдында тұрып, кейіпкердің спорттық жарысқа қатысатынын хабарлайды. Осы себепті ол еріктілердің оны қолдағанын қалайды. Біздің кейіпкеріміз мүмкіндікті жіберіп алмайды. Олардың барлығы оның қатысатынын түсінеді, және достары бұл туралы білгенде олар таң қалады. Өйткені ол кейіпкерді бұрын қорлағанына қарамастан оны тез кешірді. Ол оларға қайта-қайта «Балалар, маған егжей-тегжейлер маңызды емес» дейді. «Бұл маңызды емес, мен өткенді ұмытып кеттім». Міне, солай, үйге көтеру үшін заттарын жинай береді. Батырдың інісі оның қаншалықты бақытты екенін көріп, оның көңіл күйін түсіруге бел буады. Ол оған батырмен жарысатын қыздың оның сүйіктісі екенін айтады. Ол де қызды өте әдемі және ақылды деп мақтай береді. Мұны естіген кейіпкер ренжіп қалады. Кейінірек оның айналасындағылар оны онымен бірге байқауға бару үшін күтеді. Олар оның да жарысқа дайын екенін біледі. Бұл шарада кейіпкеріміз сабырлы, жолы болмайтын қызды көреді. Мұғалім оған қандай жағдай болмасын жеңу керек деп қысым жасайды. Қыз кейіпкердің оны көргенін байқаған бойда оған жиіркенішпен қарап кетіп қалады. Бірақ біздің кейіпкерімізге бәрібір, ол алаңсыз болып көрінеді және жай ғана жарыс өтіп жатқан жерге қарай бет алады. Ол кірген кезде біздің кейіпкеріміз және оның достары оны қолдап жатыр. Ол оны жақсы көреді және ол сұрақтарға дұрыс жауап бере бастайды және ол финалға өте алады. Ал біздің кейіпкеріміз оның ағасы айтқан әдемі қызбен жарысып жатқанын байқайды. Ол қызғаныш сезімін сезінеді және ол оны көргенде қыз шынымен әдемі және ақылды болғандықтан ол ренжіп, бұл қызбен бірге болуға үміті жоқ сияқты сезінеді. Чемпион. Біз бірге чемпионымызға барамыз. Ол әдейі жеңіліп, екінші орын алады. Бірақ оған бәрібір. Ол жарыстан шығып, ол аяқталған бойда кетеді. Жеңімпаз қыз оны бақытты еткені үшін алғыс айтып, чемпион туралы сұрайды. Сондықтан олар бірге шығып, әр сәтін бастан кешіреді. Содан кейін кейіпкеріміз мектепті бітіреді. Ол олардың бір-бірімен сөйлесіп жатқанын көріп, олардың арасында бірдеңе бар екенін, тіпті ғашық болуы мүмкін екенін сезеді. Екінші күні олар мектепке келгенде, директор сұрақтар қарапайым болғанымен, оның қалай жеңілгенін сұрайды. Ол ақылды, бірақ ол үндемейді және мұғалім оны құтқарып, оны демалысқа апармайынша қалай жауап беру керектігін білмейді. Ол сыныптастарынсыз келгенде, олар оны тойлайды, өйткені ол жеңіске жетуі керек еді. Ол әдейі жеңілгендіктен өзін қорлық сезінеді, бірақ олар бәрібір оның көңілін көтереді. Олар өз мектебінің екінші орын алғанына өте қуанышты. Бұған дейін ешкім қол жеткізе алмаған. Ал кейіпкеріміз батыр мен қыздың арасында бірдеңе бар деп ойлап, әлі күнге дейін ренжіп жүр. Сайыс аяқталады. Оқу күні аяқталып, сыртқа шыққанда оны Кан күтіп тұр. Ол шын мәнінде ол үшін ештеңе өзгермегенін түсініп, өзін бақытсыз сезінеді. Кейінірек кейіпкеріміз өзгеріп, кейіпкерге ұнайтын ақылды адамға айналатынын өзіне айта береді. Ол кітабын өзімен бірге алып келеді. Бірақ оқу барысында ол ештеңе түсінбейтінін түсінеді. Ол үмітін үзіп, мен мұны шынымен істей алмаймын, дейді. Келесі күні оған батырдың анасы келіп, оны оятып, оған жаңа киім сатып алатындарын айтады. Бұл хабарды естігенде ол қуанады. Өйткені оның ойынша киім сатып алу қыздардың жасырын әлсіздігі. Олар сол жерге келгенде, ол кейіпкердің жеке сабақ беріп жатқанын көреді. Содан кейін батырдың анасы оған қымбат көйлек ұсынады. Бірақ ол бас тартады және оның орнына жеке сабақтарға жазылуды сұрайды. Ол өзінің ұлы батыр сияқты ақылды болғысы келетінін айтады. Анасы оған жеке сабақтан гөрі басқа шешімі бар екенін айтып, тыңдауын өтінеді. Кейіпкер келісіп, оның көйлегін қабылдайды. Батырдың анасы үйге келгенде, ол біздің кейіпкерімізбен бірге оқитынын, бұл оның болжамды шешімі екенін айтып, Құдай разылығы үшін жоқ деп наразылық білдіреді. Ол ақымақ, ол ештеңені түсінбейді және менімен бірге бұл жолға түспейді. Батырдың анасы ашуланып, оны қорқытады. Оның тыңдаудан басқа амалы жоқ. Шынында да, анасы кейіпкерді бақытты етуге бел буады. Ол оған дайындалуға көмектеседі. Оны жаңа киіммен киіндіреді, тіпті қызы туралы және оның кейіпкермен қалай дос болғанын айтып береді. Ол сен онымен әрқашан бірге болғаныңды айтады. Ол кішкентай кезінде түсірілген суреттерін көрсетеді. Кейіпкер бұл суреттерді көргенде күледі. Өйткені кейіпкер қыз сияқты киінген. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, суреттердің бірін сұрайды. Батырдың анасы келіседі, бірақ одан ештеңе айтпауын өтінеді. Өйткені ол бұл фотосуреттер жоғалып кетті және оның қараңғы өткені жерленді деп санайды. Сондықтан ол оған, қалай ұялмайсың? Әйтпесе ол ештеңе сезбейді, дейді. Біз ренжіген және алдында інісінен басқа ешкімді көрмейтін кейіпкерге барамыз. Анасы оған күдіктене бастайды және оған, менің кім екенімді ұнатасың ба, дейді. Мен сенің анаңмын деп болжануда, бірақ сен маған солай қарайсың. Мені мешіттің алдынан тауып алсаңшы, сен не істер едің? Оның ағасы Бисси оған, балам,
шыдамды бол, өйткені аспан аналардың аяғының астында, дейді. Олардың әңгімесінің ортасында зұлым адам кейіпкермен келіскен кездесу оның кейіпкерді жаттықтыру үшін әлдеқашан белгіленгенін біледі. Ол бөлмеге кіре салысымен оның әдемі келбетіне таң қалып, қобалжи бастайды. Өйткені кейіпкер өте сұлу болуы керек және ол оны бұлай көруге дағдыланбаған. Шынымды айтсам, өзінің сұлулығымен және сүйкімділігімен ол онымен бірге үйрене бастайды. Бірақ ол біздің кейіпкеріміз. Ол одан шаршағанша ебедейсіздік пен ақымақтыққа толы. Ол оның ақымақтығынан шаршағанын байқайды. Сондықтан ол көмектесуге тырысып, оған жақындайды. Тіпті оған дәрі-дәрмек ұсынады. Бірақ ол бас тартып, қобалжи бастайды. Оған жақындағандықтан оның да беті қызарып, кейіпкеріміз ол үшін қорқа бастайды. Ол оны дәрі қабылдауға мәжбүрлейді, бірақ кішкене қимылмен екеуі де құлап қалады. Ол оған ашуланып, содан кейін кетіп қалады. Келесі күні мектепке барғаннан кейін аяғы ауырғанын байқайды. Ол өзін кінәлі сезініп, оған мінуді ұсынады. Оны мектепке апарғанда кейіпкеріміз оның математика пәнінен емтихан тапсырып жатқанын біледі. Мұғалім оларға бұлай жасамауды ескертеді. Сен алдайсың. Олар кейіпкерді одан ешкім алдамайтындай етіп оқшаулауды шешеді. Өйткені ол ең ақылды оқушы және бәрі мұны қалайды. Ол емтиханды тез бітіріп, оны тапсырады да, жылдамдығымен барлығын таң қалдырып кетіп қалады. Емтихан уақыты біткен соң, кейіпкердің достары тамақ ішуге шығады. Олар оның қасында жоқ екенін байқап, оның қайда екенін сұрайды. Ол оларға ештеңе білмейтінін, тек оның соңғы кездері біртүрлі әрекет етіп жүргенін және жиі жоғалып кететінін айтады. Оның басты мәселесі үнемі оқу болғандықтан, достары оны сабақтан кейін күтуді ұйғарды. Осы уақыт ішінде олар оның қайда бара жатқанын білу үшін оны бақылап отырады. Бейкер шын мәнінде олармен бірге жүреді және оның келуін күтеді. Олар оның таксиге отырғанын көргенде, оның соңынан ереді. Белла кенеттен көлігінен өте сәнді және әсерлі үйдің алдына шығады. Осы сәтті пайдаланып, ол кенеттен кейіпкердің алдына шығады. Оларды көрген бойда батыр олармен кездесуден аулақ болуға тырысады. Бірақ олар оған жүгіріп келіп, оны ұстап алып, жерге жатқызып, көптеген сұрақтар қояды. Бірақ ол оларға жауап беруден немесе ештеңе айтудан бас тартады. Кенет олардың алдынан кейіпкердің әкесі шығады. Ол кешкі ас кезінде музыка ойнайды. Олар онымен бірге үйге келгенде, біздің кейіпкеріміз бен кейіпкеріміздің бір үйде бірге тұратынын көреді. Оның досы Кинг батырға шабуыл жасай бастайды. Олар оның кейіпкер үшін мүмкін емес нәрсені, тіпті мүмкін емес нәрсені де оны үйден кетуге мәжбүрлеу үшін жасайтынын түсінеді. Бірақ кейіпкер өз сөзінде тұрып, оның отбасы мен кейіпкердің отбасы бала кезінен дос болғанын және оны жақсы көретіндерін еске салады. Ол да оның отбасын жақсы көреді және олар бір-бірінен ажырай алмайды. Сондықтан кейіпкер онымен мәңгі бірге өмір сүруі әбден мүмкін. Ол да осы мүмкіндікті пайдаланып, ол өтіп бара жатқанда тоқтайды. Енді оның көз алдында ол досын арандатып жатыр. Ол оған жақындай түсті. Енді шыдай алмаған соң, олардың жақындығына ашулана бастады. Ол ешқандай үміт жоқ екенін және ол өзінің харизмасы мен байлығынан бас тартпайтынын, өзі сияқты дөрекі жігітке баратынын сезді. Оның достары оны бақытты етуге тырысты, бірақ оның орнына ол Кангты бір қадам алға жылжуға шақырды. Ол бас тартпайтынын және оны өзіне ғашық етуге тырысатынын шешті. Сондықтан келесі күні мектепке барғанда, ол көп оқып, ақылды болу үшін көп жұмыс істеуге бел буды. Достары оның бұл әрекетін көргенде таң қалды. Олар оны кейіпкеріміздің көңілінен шығу үшін өзгеруге шешім қабылдады деп ойлады. Олар оның көңілін көтеріп, онымен бірге оқимыз деп шешті. Шынында да, емтихан кезеңі аяқталғаннан кейін кейіпкеріміз досының өзгеріп, ақылдырақ болғанын байқады. Ол одан біреуді ұнатқандықтан солай істеді ме деп сұрады, бірақ ол жауап беруден жалтарып кетті. Енді кейіпкерімізге көшейік. Мектепті бітіргеннен кейін ол алдынан байқаудың сұлу қызын көреді. Оның оны кешкі асқа шақырғысы келетінін біледі және түсінеді. Ол оған өте маңызды нәрсе үшін қажет екенін. Осы кезде Кан кейіпкерімізден біреуді ұнатқаны үшін оқып жатыр ма деп сұрайды. Ол ашуланып, одан аулақ болуға тырысады, бірақ кенеттен сұлу қыздың қасында тұрған кейіпкерді көреді. Қыз біздің кейіпкеріміздің оларға қарап тұрғанын байқайды. Ол бұл туралы кейіпкерге айтады. Ал ол мүмкіндікті пайдаланып, оны сүйеді. Біздің кейіпкеріміз шошып кетті. Ол артына бұрылып, заттарын алып кетіп қалады. Кейінірек Кан оның ренжігенін байқап, оны үйіне апаруды ұсынады. Жолда келе жатып, кенет тоқтап, кейіпкерді ұнатамы деп сұрайды. Ол ойланбастан жауап береді. Кейіпкерді шынымен жақсы көретінін түсінеді және бұл туралы ешкімге айтпауын өтініп, олардың арасындағы құпияны сақтауды өтінеді. Бірақ Кан ол маған енді керек емес дейді. Ол ақымақ болып көрінеді және мені жалықтыруы мүмкін. Тыңда, қыз, мен сені жақсы көремін. Шынымды айтсам, мен ештеңеге мән бермеймін. Сен мені қалай болса да жақсы көруің керек. Біздің кейіпкеріміз оның мойындауына таң қалды және бұл туралы күні бойы ойлана береді. Бұл арада кейіпкеріміз сұлу қызбен жақсы уақыт өткізіп жатыр және олардың жақындай түскені анық. Келесі күні кейіпкер мектепке барғанда нәтиже шықпағанын біледі. Ол оларды тексеріп, батырды жақсы бағасымен құттықтайды. Ол онсыз оның жетістігі болмайтынын, ол бақытты болатынын және ақырында өзінің харизматикалық күлкісін көрсететінін айтып,
оған алғысын білдіреді. Кейінірек кейіпкеріміздің достары мұғалімінің мектепті тастап кететінін біледі. Егер олардың бағалары жақсармаса, олар қиындыққа тап болады. Олар біздің кейіпкерімізден оның мұндай жоғары бағаға қалай қол жеткізгенін сұрайды. Олар кейіпкердің оған көмектескенін және онымен күн сайын айналысатынын біледі. Ол бұл идеяны ойлап тауып, оларға кейіпкерден олармен бірге бүкіл тапен айналысуын сұрауды ұсынады. Ол барып, оны сұрайды, бірақ ол олардың жалқау екенін және 2 аптаның ішінде оқу бағдарламасын меңгеру мүмкін емес екенін айтып, бас тартады. Олар уақыттарын босқа өткізіп, ештеңе істемеді. Кейіпкер одан күніне 1 сағат қана уақыт беруін өтінеді. Ол оған менің достарымның менен ақылдырақ екенін айтады. Олар сені мен сияқты азаптамайды, бәрі тез түсінеді, бірақ ол қыңыр болып, бас тартады. Ол оның бас тартуынан шаршап, оның соңынан еріп, оның жас кезіндегі суретін шығарады. Ол оған, мен саған не айтып тұрмын, дейді. Шынымды айтсам, мен бұл қаруды қолданғым келмеді. Ол ашуланып, шиеленісіп, одан, мұны қайдан алдың, деп сұрайды. Бірақ ол жауап бермейді. Ол оған көмектесудің жалғыз жолы екенін біледі. Әйтпесе ол суретін жариялайды. Ол ашуланып, ештеңе айтпастан кетіп қалады, бірақ оны жалғыз қалдырады. Оның басқа амалы жоқ, бірақ бәрібір бас тартудан бас тартады. Ол жалғыз қалғанда, ол оның артынан қуып, оның суретін тартып алуға тырысады, бірақ ол бас тартады. Олар ұрысып қалады. Ол үндемейтінін анық айтады. Ол оның алдында бетпе-бет келіп, қарашы, сен сондайсың, дейді. Осылайша саған әдептілікке үйрететін анаң екенін білесің. Есіңде болсын, біз де сенің отбасың сияқтымыз. Ол оған ашуланады, өйткені ол оның қандай да бір жолмен дұрыс екенін біледі. Ол үйге келгенде, ағасы оған Дива есімді сұлу қыздың өзі сияқты университетке түсуге шешім қабылдағанын айтады. Ағасы сені ұнататын сияқтымын деп мазақ етеді. Сен бақыттысың. Барлық қыздар сені жақсы көреді. Барлық қыздар әдемі. Ол ағасынан бірге шығып, қалыпты ойнауын сұрайды. Ол келіседі. Бірақ кенеттен ол бүкіл сыныптың олардың үйіне жиналғанын көреді. Ол Талионың өз қоқан лоққысын орындағанын түсінеді. Ол ашуланып, олардан қашуға тырысады. Бірақ ол оған суретті еске түсіре береді. Ол енді бос, тек Анмадан басқа, ол да келіп, оған одан сайын қысым жасайды. Ол ақырында олармен бірге репетиторлық қызметпен айналысуға мәжбүр болады. Бейкер оларға Скоттпен болған оқиғаны еске түсіріп, түсіндіре бастайды, бірақ олар ештеңені мүлдем түсінбейді және кейіпкерден де жаман. Ол күні бойы бір сабақты түсіндіруге жұмсайды. Ол олардан әбден шаршады. Сондықтан ол олардан қалай құтылуға болатынын ойлай бастайды. Түнде ол кейіпкердің бөлмесіне жасырын кіріп, оның ұйықтап жатқанына көз жеткізіп, суретті іздей бастайды. Бірақ кенет оның алдында тұрғанын көргенде шошып кетеді. Қобалжып, ашуланып, одан не іздеп жүргенін сұрайды. Ол кекештенеді. Шынымды айтсам, мен қатты аш болдым. Сондықтан мен өзіме тамақ іздеп баратынымды айттым, деп күледі. Ол оны мазақ етіп, тоңазытқыш, бұл жерде емес. Ол оны бейшара деп атайды да, оның шынымен адасып кеткенін айтып, мазақ етеді. Содан кейін ол оған сый ретінде тамақ дайындауды ұсынады. Ол мүмкіндікті күтіп отыр, бірақ жан-жағына қараса, ол бөлмедегі жағдайды толығымен бұзғанын түсінеді. Үрейленіп, ол кеткенше бәрін тез жөндейді. Біздің кейіпкеріміз мұны байқап қалады да, ол бұдан былай іздеуден бас тартпайтынын өзіне қайталай береді. Келесі күні ол топқа басынан бастап бәрін қайтадан түсіндіреді. Ал ағасы көмекке келеді. Күн біткен соң, ол Талияның ұйықтап жатқанын тексеруге барады. Бірақ бұл жолы ол оны күтіп тұрып шығып, мен де қарным ашты, дейді. Ас үйге барайық. Ол оған тамақ әзірлеп жатыр. Олар бірге отырып тамақтанады. Ол сөйлеп тұрғанда оны тыңдайды. Ол осы сәтті пайдаланып, оның үйде болғанын ұнататынын меңзейді. Ол оның сөзіне қобалжи бастайды да, тез орнынан тұрып кетіп қалады. Келесі күні ол кетісу үшін бөлмесіне қайта кіріп кетті. Бірақ кенеттен анасы оны ұстап алып, оның бөлмесінде не істеп жатқанын сұрады. Кейіпкер оған, сен өзіңді күлкіге айналдырасың, өйткені сенің кесіріңнен біз осындай өзгеріске ұшырадық, дейді. Неге оған бұл суретті бердің? Анашым, сіз бұл үшін мені қорлап, оның және оның достарының мүддесі үшін оқуға мәжбүрлейсіз. Содан кейін біз оның досына баратын кейіпкерімізге барамыз. Ол оған кейіпкер оқыған жазбаларды береді. Ол одан сабақ алса, табысқа жетіп, жақсы баға алатынын айтады. Конг осы мүмкіндікті пайдаланып, одан оның айтқанын ойлады ма, жоқ па деп сұрайды. Ол өзінің мойындауын айтып отырған шығар. Ол оны әлі де жақсы көретінін біледі, бірақ ол оның сезімін қайтармайтынын айтады. Ол оларға дос болып қалуды ұсынады. Ол шыдай алмайды. Біздің досымыз оны жоғалтқысы келмегендіктен бас тартады. Күндер өтіп, студенттер бір-бірін аяй бастайды. Нәтижелері белгілі болады және олар табысқа жеткендерін және профессор оны жібермейтінін біледі. Олардың барлығы қуанып, кейіпкерге табысқа жетуге көмектескені үшін алғыс айтады. Кейінірек ол кетіп бара жатқанда, кейіпкер әдемі Дивамен кездеседі. Ол одан оқуын жалғастыруға ниеті бар жоғын сұрайды және ол әлі де бір тиыны жоқ екенін түсінеді. Ол оған онымен бірге оқығысы келетінін айтады. Біз кейіпкеріміздің інісіне жақындай алған кейіпкерімізге қайта ораламыз. Ол да оған жақындай бастайды және оны мектепке апаруға мүмкіндік
мүмкіндік береді. Ол келгенде алдынан Диваны көреді. Дива одан кейіпкер туралы сұрап, өзін оның ең жақын досы деп таныстырады. Ол сондай-ақ кейіпкердің оған таңданатынын біліп, оған басқа ешкімнің жақындауына жол бермейтінін ескертетін мүмкіндікті пайдаланады. Біздің кейіпкеріміз оның сөздерінен шошып кетті. Ол кетіп, мектепке барады. Ол келгенде, олардың мұғалімі жұмыстан кетуге шешім қабылдағанын біледі. Ол енді шыдай алмайды, және бұл оның кесірінен деп ойлайды. Ол өзін біріктіруге тырысады. Бұл уақытта оның достары Пиасовта ойнайды, ал Кан бұл мүмкіндікті жіберіп алмайды. Ол кейіпкерге жақындай түседі және онымен ойнауды жалғастырады. Батыр далаға шығып, оларды көргенде, ол ренжіп, оның қызғанышы айқын көрінеді. Семестр аяқталып, олар оқуын аяқтаған кезде, біздің кейіпкеріміз қажет болған жағдайда көп оқитынын айтып, өзімен бір колледжге түсу үшін алдайды. Кейіпкер оны жігерлендіреді және оның оқуына көмектесетінін біледі. Ол оны бірнеше рет балмұздаққа шақырады. Олар бірге уақыт өткізіп, бірге далаға шығады. Бұл өте сүйкімді. Тіпті кейіпкер оған жақындай бастайды. Бірақ содан кейін ол бір нәрсені түсініп кетіп қалады. Біздің кейіпкеріміз үйге оралғанда, ол қуанып, бір күн бұрын кейіпкермен болған оқиға туралы ойлана береді. Ол оған ұнайтынына үміт бар екенін және бір күні олардың арасында бірдеңе болуы мүмкін екенін сезеді. Келесі күні ол батырдың інісімен бірге мектепке барады. Ол өзіне ұнайтын қыздың ықыласына ие болу үшін оған көмектесуге тырысады. Кездейсоқ ол Диваның кейіпкердің қасында тұрғанын көреді. Оларды бірге көргенде, олар кездесіп жүр деп ойлап, қызғана бастайды. Кейіпкеріміз қатты қызғанышпен қарайды. Кенет ол кейіпкердің інісінің де өзіне ұнайтын қыздың оған қызықпайтынына ренжігенін байқағанша, ол оның көңілін көтеру үшін балмұздақ жеуге шақырады. Осы кезде батыр басқа қызбен бірге өтіп бара жатыр. Содан кейін ол біздің кейіпкерімізді онымен бірге уақыт өткізу үшін іздеуге шығады, бірақ оны інісімен бірге табады. Ол үнемі не айту керектігін және оны басқа қызбен көрді ме, көрмеді ме деп ойлайды. Біздің кейіпкеріміз үйге оралғанда, ол отбасына ерікті болып, мұғаліміне өз мектебін салуға көмектесу туралы шешім қабылдағанын айтады. Кейіпкердің анасы оны жалғыз өзі барамын деп уайымдайды. Бірақ кейіпкеріміз оған достары, соның ішінде Кан да онымен бірге болатынын айтады. Оның әкесі Канның атын естіп, өзін сенімдірек сезінеді, бірақ кейіпкер ашуланады. Анасы одан да баруын өтінеді, өйткені ол Канның кейіпкерге жақындағанын қаламайды және өз ұлының оған ғашық болғанын қалайды. Алайда ұлы бәрібір бас тартады. Ол оған, міне, менің мәйітім арқылы ғана мен онымен жалғыз бір жерге бара аламын, дейді. Ол анасының көзінше оны қорқытады. Әлде мендегі барлық фотоларды ұмыттың ба? Ол оны көрсетіп, одан кейін не істейсің, жаным деп сұрайды. Ол оған, сен, ханым, шынымен де менің анамсың, дейді. Әлде мені мешіт есігінің алдынан тауып алған сенсің бе? Ананың баласына бұлай қарауы мүмкін бе? Мен сенің ұлыңмын ба? Қалай ұялмайсың? Мен саған не істегеніңді көрсетемін. Кейіпкеріміз ақыры оны тыныштандырды. Ол оған бір шарты бар екенін айтты. Ол енді оған қарсы ештеңе қолданбайтынына сенімді болу үшін оның балалық шағындағы барлық суреттерін өртеп, оның көзінше түсіру керек. Егер ол қандай да бір көшірмелерін сақтап, оны қайта қорқытса, ол үйден кететінін және ешқашан оралмайтынын ескертеді. Ол келіседі. Келесі күні кейіпкер профессорға көмектесуге барғанда, ол кейіпкердің де сол жерде екенін біледі. Бірақ ол жалғыз емес. Ол өзімен бірге сүңгуірді алып келді. Ол енді шыдай алмайды. Кан оларды бірге көргенде қуанып жатқанда, бұл менің мүмкіндігім деп ойлайды. Мен кейіпкерге қалағанымша жақындай аламын. Профессор оларды алдағы жұмысымен таныстырады. Ол бәрін бірден қабылдай алмайтынын түсіндіреді. Егер оған белгілі бір оқушылар саны қажет болса, ол оларды өзімен бірге ауылға апарады. Ал қалғандары кейінірек қосылады. Олардың міндеті басқаша білім ала алмайтын адамдарды оқытатын мектеп салу. Біздің кейіпкеріміз және оның достары ерікті және, әрине, біздің кейіпкеріміз де олармен бірге жүреді. Олар ауылға бірге барады. Жолда біздің кейіпкеріміз шаршайды. Оның досы оның қасында қалады. Ал кейіпкер олардың жақындығына қызғана бастайды. Бірақ ол өз сезімін жасырады және оған бәрібір сияқты әрекет етеді. Олар ауылға келгенде, олар сол жерде түнеу керек екенін түсінеді. Ал желіде қамту болмағандықтан, олар басқалармен байланыса алмайды. Олар бірге уақыт өткізуге және бір-біріне барлық жағынан көмектесуге мәжбүр. Кез келген мүмкіндікте Кан кейіпкерге жақындауға тырысады. Батыр екеуін бірге көрген сайын ренжіп қалатыны анық. Кан кейіпкерге үнемі жабысып тұрады. Содан кейін мұғалім оларға орманнан құрал-саймандар әкелу керектігін айтады. Ол еріктілерден қалып, кейбір тапсырмаларды орындауды сұрайды. Кейіпкер қолын көтеріп, досымен жұмысты аяқтауға, содан кейін ормандағы басқаларға қосылуға дайын екенін айтады. Батыр ол үшін уайымдайды, бірақ ол оны тыныштандырады. Мен жолды жақсы білемін. Осында жұмысымды аяқтағаннан кейін мен саған орманда қосыламын. Бірақ кетіп бара жатып, ол жасырын түрде алаңдаушылық танытады. Кейінірек кейіпкеріміз бен оның құрбысы істерін аяқтап, орманға қарай бет алды. Бірақ оның құрбысы оның тым шаршағанына және мұндай ұзақ қашықтықты жаяу жүріп өте алмайтынына шағымданады. Ол
уайымдама, біз бұл жерде адасып қалмаймыз деп жолды кесуді ұсынады. Бұл кезде кейіпкер өзін жайсыз сезініп, оның соңынан ереді. Сонымен бірге басқа достары кейіпкер мен оның серігінің кешігіп қалғанын байқады. Олар оның жолда кешігіп қалғанын болжайды. Олар бұл туралы алаңдай бастаған мұғалімге хабарлауға барады. Олардың айтқандарынан үрейленген Батыр сағатына қарап, өте кеш екенін түсінеді. Ол оларды өзі іздеуге баруды шешеді. Ал мұғалім қалғандарын іздеу үшін топтарға бөледі. Ол олардан кейіпкер мен оның құрбысын іздеуді сұрайды. Ал бәрі жоғалып кеткендіктен алаңдай бастайды. Содан кейін біз кейіпкер мен оның досына барамыз. Олар өздерінің адасқанын түсінеді. Біздің кейіпкеріміз досына олардың жоқтығын біреу байқап, оларды іздеуге келеді деп үміттеніп, бұрынғы орнына оралуды ұсынады. Бірақ оның досы қатты шаршады. Оқушылар мұғаліміне қайта оралып, барлық жерден іздегендерін, бірақ кейіпкерді де, оның құрбысын да таба алмағандарын айтады. Батыр оған орманда жүргендей сезінетінін айтады. Кан мұны естіп, мұғалімнің шара қолдануын талап етеді. Мұғалім барлық ұлдарды өзімен бірге алып, іздеуді жеке өзі шешеді. Түн түсіп, қараңғылық басылып, кейіпкер мен оның досы қатты қорқады. Оның досының жағдайы нашарлап барады. Дене қызуы көтеріліп, одан сайын жоғарылайды. Бұл кейіпкерді одан сайын қорқытады. Осы уақытта кейіпкер мазасызданып, оның атын мүмкіндігінше қатты айқайлай бастайды. Бірдеңе іздеп жүргенде, мұғалім оны ұрып соғып, барлығына тыныш болуды бұйырады. Егер олар жауап берсе, қыздарды есте алады. Бірақ кейіпкер тоқтаудан бас тартады. Ол мұғалімнің нұсқауларын елемейді және оның салдарына қарамастан іздеуді жалғыз жалғастырады деп, енді қозғала алмай қалады. Кенет ол есінен танып қалады. Кейіпкер досының өліп қалуынан қорқып, үрейленеді. Ол кенеттен Батырдың шақырған дауысын естігенше шарасыздықтан жылайды. Ол оны көргеніне қуанып, оған қарай жүгіреді. Кейіпкер жеңілдеп, есінен танып қалған досына тез көмектесуге тырысады. Бұл арада мұғалім кейіпкердің де жоғалып кеткенін түсініп, енді кімді іздеу керек деп уайымдайды. Ол Батыр мен екі қызды табу үшін топты қайтадан бөлуге шешім қабылдады. Батырға оралғанда ол ес-түссіз жатқан, бірақ не істерін білмейтін досына көмектесуге тырысады. Оны қорқыныш билейді. Ол өліп қалуы мүмкін деп қорқады. Кенеттен бір қария пайда болып, оларды үйіне алып кетеді. Қарт адам емдік шөптерді әкеледі. Ал оның басшылығымен кейіпкер науқас қыздың сауығып кетуіне көмектесетін дәрі дайындайды. Кейіпкер оған мазасыздықтан шаршап, ақыры ұйықтап қалғанша көмектеседі. Кейіпкер оның ұйықтап қалғанын байқаған кезде, ол оған үнсіз жақындап, сезімін көрсете отырып, оның қолына ақырын тигізеді. Осы кезде оның досы оянып, оны көреді. Абдырап қалған Батыр бөлмеден тез шығып, сыртқа шығады. Содан кейін оған бір қария келіп, оны мақтайды. Кейіпкер өте ақылды. Ол медбике бола алады. Ал кейіпкердің өзі дәрігер болуы керек. Ол оларды бірге жұмыс істеуге шақырады. Бұл идея кейіпкерді таңқалдырады. Келесі күні Батыр екі қызды тез арада мұғаліміне апарады. Сыныптастары оларды көрген бойда, олардың жағдайын тексеру үшін дереу оларға қарай жүгіреді. Кейіпкер оған және оның досына не болғанын түсіндіреді. Кейінірек кейіпкердің досы яу алдыңғы түнде болған оқиғаны есіне алады. Ол кейіпкердің кейіпкерге деген сезімі бар екенін түсінеді. Бірақ өкінішке орай, оны жасыра алмайды. Ол оны сілкіп тастайды. Өзін ұстай алмаған тағы бір досы да кейіпкерге: егер сіз біреумен күйеуге шықсаңыз, онда кейіпкер ұялып тырысады. Бұл әңгімеден аулақ болыңыз. Бірақ оның достары табандылық таныта береді. Ол жоқ деп талап етіп, бәрін жоққа шығаруды жалғастыруда. Бұл суық адам екеуміздің арамызда бірдеңе болуы мүмкін емес. Әрине, мен оны ешқашан сүймегенмін және оған ғашық болған емеспін. Сен жай ғана шаршағандықтан жынданып кетесің. Бірақ абай бол, махаббатым. Біздің кейіпкеріміз олардан қаша бастайды. Түнде бәрі жиналады. Өйткені олар ауылмен қоштасады. Батыр оларды бақылап отырады және қатты қызғанады. Әсіресе ол Канға жақын болғандықтан. Келесі күні олар оның сөмкесін жинап, профессормен қоштасып кетіп қалады. Кейіпкер қайтып келгенде, кейіпкер үйде. Барлығы сұрай береді: Батыр қандай жұмысты таңдайды? Кейбіреулер инженерлік мамандықты ұсынады. Басқалары оған шетелге баруға кеңес береді. Кейбіреулер ол ғарыш кемесінің ұшқышы болуы керек дейді. Барлығы үнсіз қалады. Оған өз бетінше сөйлеуге мүмкіндік беруді жөн көреді. Кейіпкер бір жыл жалғыз өмір сүргісі келетінін түсіндіреді. Ол өзін өзі қамтамасыз етуді, қайталауды және шын мәнінде кім болғысы келетінін ашуды үйренгісі келеді. Мұны естіген анасы жылай бастайды. Бірақ әкесі кейіпкердің әкесімен бірге оны ер адам болуға және тәуелсіз болуға шақырады. Соған қарамастан, олар оған кейіпкердің онсыз өмір сүре алмайтынын еске салады. Бірақ кейіпкер ол бәрібір өзі шешетінін және жалғыз өмір сүретінін талап етеді. Содан кейін ол кету үшін киімі мен сөмкесін жинайды. Кетер алдында інісінен Батыр қызды бағып, оған қарауды өтінеді. Егер кім оған жақындаса немесе ренжісе, дереу маған қоңырау шалып, маған хабарлаңыз, дейді ол. Ағасы осы мүмкіндікті пайдаланып, олармен бірге болуын өтінеді.
бірақ кейіпкер бұл дұрыс жол деп санайтынын түсіндіріп, бас тартады. Осыдан кейін ол біздің кейіпкерімізбен қоштасады. Оның жылап жатқанын көргенде, ол онымен байланыста болатынын айтып, оны тыныштандыруға тырысады және медбике болу үшін де оқып, көп жұмыс істеу керектігін еске салады. Кетер алдында ол оны жақсы көретінін меңзейді. Ол кеткеннен кейін бәрі қоштасады. Біздің кейіпкеріміз үнемі білім ала бастайды. Сонымен қатар кейіпкердің інісіне қамқорлық жасайды. Бір күні інісі мектепке барғанда, оның алдында сүңгуірді көрді. Ол оны кешкі асқа шақырып, ағасының жаңа мекен жайын білетінін айтты. Ол оның қайда тұратынын жақсы біледі. Ол оны қайдан білетінін мойындауға тырысады, бірақ ол ашуланып бас тартады. Абдырап қалған ол кейіпкердің әкесінің мейрамханасына барып, Дива туралы және оның айтқандары туралы айтып береді. Әкесі таң қалып, "Сен айтып отырған бұл қыз кім?" деп сұрайды. Інісі, "Дива, менің ағама ұнайтын қыз", деп түсіндіреді. Оның сұлулығы мен ақылдылығы туралы не ойлайсың? Ол Канның қызынан жақсы. Әкесі мұны кейіпкер білсе, ренжіп қалама деп қорқып, мұқият тыңдайды. Ол інісіне оған ештеңе айтпаймын деп уәде беруге тырысады. Бірақ інісі, "Қалай ұялмайсың? Мен оның кім екенін білемін", деп қосты. "Егер мен Диваны кездестірсем, ол кім?" Сол күні кейіпкеріміз үйге келе салысымен, ол оған Дива кейіпкердің қайда екенін және оның қайда тұратынын білетінін білмейсің бе, деп ашық айтады. Ол оның айтқанына қатты таң қалды. Ол оның жылағанын естіп, қызғанғанын сезеді. Сондықтан ол тынышталғанша оны жұбатады. Ол одан бұл туралы ешкімге айтпауын өтінеді. Ол жылап жатқанда, ол оған, "Жоқ, сен ұялмайсың", дейді. "Сенің сырың әкеңнің сыры сияқты құдықта жасырылған". Бірақ келесі күні ол алдынан барлық достарын көріп, Батырдың ағасының жылап, ренжігенін айтқанын біледі. Олар оған көмектесіп, Батырдың қайда екенін анықтауға бел буады. Ол оларға, "Маған кіреберісті қалдыр, менің жоспарым бар", дейді. "Мен Дайваға қоңырау шалып, менімен кездесуін сұраймын". Ол ағасына тамақ әкелгісі келетінін түсінеді. Әрине, ол келісіп, менің тамағымды алып кетеді. Біз оның соңынан еріп, оның қайда бара жатқанын анықтаймыз. Бұл жұмыс дейді. Ол оған қоңырау шалып, кездесуін сұрайды. Ол келіскен кезде, бұл оның оған сенетінін білдіреді. Ол оны және оның достарын аяп, оның соңынан ереді. Кенет олар мейрамханаға жетіп, Батыр іздей бастайды. Бірақ олар оны таба алмайды. Ол Дива олардың жоспарын білді және оларды алдады деп ойлайды. Олар әрі қарай жүре береді. Батыр оның осы мейрамханада даяшы болып жұмыс істейтінін біледі және олардың барлығы оның сыртқы келбеті мен киген киіміне қарап оған сенеді. Бірақ ол оларға мән бермей кетіп қалады. Біздің кейіпкеріміз оның соңынан ереді. Ол оны тапқанда, ол таксиге отырады. Ол онымен бірге жүреді. Ол жол бойы онымен бірге болып, ол жоқта болған оқиғаның бәрін айтып береді. Батыр оны тыңдап, әңгімеден ләззат алып, күні бойы онымен бірге боламын деп ойлайды. Ол оны декорацияны өзгерту үшін бір жерге шақырады. Күн аяқталуға жақын. Ол оған дәрігер болуды шешкенін айтады. Ол онымен медбике болып жұмыс істеу үшін өзін жинап, оқуын сұрайды. Оған бұл идея ұнайды. Кейіпкеріміз оқимын деп шешті. Ол үйге келгенде, кейіпкердің сол жерге барғанын және сабақ кестесін, соның ішінде сабақ жазбаларын орындау үшін кесте жасағанын біледі. Осы сәттен бастап біздің кейіпкеріміз сөзбе-сөз кез келген нәрсені ұстана бастайды. Сонымен бірге ол оқи бастайды. Біздің кейіпкеріміз медициналық училищеге түседі және Диваның да сонда оқитынын біледі. Ол оның оқуға түскенін біледі. Оған жақындау үшін Дива оған колледждегі алғашқы күнінде не болғанын, ол алғаш келген кезде ол ойнағанын айтады. Ойнады және жеңілді. Олар бір-бірін ұнатуды шешті және ол Ден есімді адаммен қарым-қатынасын жалғастыруды талап етті. Ол онымен 2 апта бірге болады. Алайда кейіпкер оны елемей, мазақ ете береді. Сонымен бірге Дива сынаққа бірге қатысқан Денмен бірге. Ол оны пайдалана бастайды және оған қызметші ретінде қарайды. Ол қатты ренжіді, өйткені ол кейіпкермен бір колледжде бірге оқыса да, оған жақындай алмайды және онымен ешқандай қарым-қатынас жасай алмайды. Дегенмен, Ден оған әлі де қызығушылық танытпайды. Ол оған да, оның сыртқы келбетіне де шыдай алмайды. Бірақ ол оны колледжді бітіргеннен кейін кездесуге шақырады. Ол келісуді жалғастыруда, өйткені ол оның оған сенгенін және онымен бірге оқығанын қалайды. Ол оқуын бітіріп, онымен сөйлескенде, ол оның жақсы және қарапайым адам екенін сезінеді және ол оны толығымен ұната бастайды. Ал біздің кейіпкеріміз мейірбике колледжіндегі алғашқы күнінде адасып, қайда барарын білмей қалады. Ол кейіпкермен сөйлесуге тырысады, бірақ ол жауап бермейді және бос емес. Содан кейін ол әдемі жігітті тауып алып, одан бұл туралы сұрауға барады. Бұл жерді білетін Ден екен. Ол оған өте жақсы қарайды. Сондықтан біздің кейіпкеріміз оған көмектескені үшін алғыс айтады. Ол құжаттарын рәсімдеу үшін әрі қарай жүреді. Ол серуендеп жүргенде Денді көреді. Сондықтан ол оған медициналық колледждің қайда екенін айт, дейді. Ал ол оның қайда екенін айтады. Ол келгенде Диваны көреді. Ол оған Батырдан үйренуге кеңес береді. Дива оны мазақтай бастайды және ол кейіпкерден үйреніп жатқанын және жақын арада онымен құда түсетінін және оның әке болатынын айтады. Біздің кейіпкеріміз оған, "Жоқ, бұл ешқашан болмайды. Ол маған үйленеді. Біз бірге бақытты өмір сүреміз", дейді. Бірақ кенеттен ол кейіпкерді көріп, оны өзіне қарай түсу үшін белгі беріп шақырады. Ол шыға салысымен Дива оның қолынан ұстап, екеуі де маңызды дәріс оқығандарын есіне алады. Олар кешігіп қалғандықтан, кейіпкермен сөйлесуге мүмкіндік болмас үшін тез кетіп қалу керек. Біздің кейіпкеріміз тойып алғандай сезініп,
Диваның сөзі рас болып, әке атануы мүмкін деп қорқа бастайды. Ол жылай бастайды. Мұны білгенде, оның мұңын сезіп, мұңын елжіретеді. Ол не болып жатқанын білу үшін оған барады. Ол оған Диваның онымен бірге оқитынын білетінін және оның кесірінен оны жоғалтып алатынын сезінетінін айтады. Ол үмітін үзе бастайды, бірақ Кан оның көңілін көтеріп, онымен бірге қалады. Ол оған берілмеуін айтады. Ол міндетті түрде кейіпкер оны жақсы көретін күн келетінін айтады. Мүмкін қазір емес, бірақ 50 жылдан кейін болуы мүмкін. Сабыр сақта, дейді ол оған. Бұл жай ғана басқа біреуге мүмкіндік беру керек дегенді білдіреді. Сіз оған жақындай түсуіңіз мүмкін. Ол тыңдайды, бірақ оның айтқанының соңғы бөлігіне ғана назар аударады. Ол оған сұрақтар қоя береді. Кейінірек, үйге оралғанда, ол не болғанын және оның сезімдері оны қалай әрекет еткенін есіне алады. Ол оған қайта бұрылады. Батырдың анасы олардың әңгімесін естіп қалады. Оны көруге келгенде, ол өзін ұсқынсыз және ақымақ деп ойлап, оған төмен қарайды. Ал кейіпкер оны ешқашан жақсы көрмейді. Ол оған өзінің сезімін елемей, тек оқуға көңіл бөлу керектігін айтады. Тыңда, қызым, ол уәде береді. Тек жақсы оқы, мен оның сенімен құда түскеніне көз жеткіземін. Кейіпкер барады. Ол оны кешкі асқа шақырады, бірақ ол оған бос емес екенін және келе алмайтынын айтады. Келесі күні таңертең Батырдың анасы оянып, оның үйдің сыртында тұрғанын көреді. Кейіпкерге алаңдап, ол тіпті оқуға көңіл бөлу үшін оған жеңіл тамақ әзірлейді. Оның қызына жақындай түскенін байқаған кезде, ол мазасызданып, онымен қателесуі мүмкін деп қорқады. Қысымды сезініп, кейіпкерге қоңырау шалып, егер ол кешкі асқа келмесе, белгілі бір суреттерді жариялаймын деп қорқытады. Оның келісуден басқа амалы жоқ. Бірақ ол ашуланып телефонды қояды. Телефон шырылдайды және біздің кейіпкеріміз оны басқарып жатқанын түсінеді. Ол бәрібір жағдайды бақылаудан шығарғаннан гөрі жақсы деп ойлап, оны қарсы алуға барады. Олар кездескенде, ол оны кейіпкердің әкесінің мейрамханасына апарады. Ол одан кейіпкерді жақсы көретінін сұрайды. Ол ашуланып, маған бір сұрақ қоюдан жалықпадың ба, деп жауап береді. Ол жақын арада кеш болатынын ескертіп, оған көбірек қысым көрсетуге тырысады. Ол не онымен бірге болу туралы шешім қабылдауы керек, не оны мәңгілікке жоғалтуы керек. Кейіпкер оның сөздері туралы ойлана береді және оның өзгере бастағаны анық болады. Ол бірте-бірте біздің кейіпкерімізге жақындай түседі. Ал Кан оның жанында болып, оны қолдап, оған көмектеседі. Медбикелер колледжінде емтихан нәтижелері жарияланған кезде кейіпкер тексеруге барады, бірақ оның атын таппайды. Ол емтиханнан өте алмай қалдым деп қорқады. Кейінірек ол тағы бір емтихан тапсыру керек екенін біледі. Ренжігеніне қарамастан, әкесі оны жігерлендіріп, келесі жолы міндетті түрде емтихан тапсыратынын еске салады. Содан кейін ол келесі емтиханға дайындалады. Ол кетуге дайындалып жатқанда, сыртта қолында шарлары бар оны күтіп тұрған кейіпкерді көріп, онымен бірге бір жерге баруын өтінеді. Емтихан ұпайын ұмыта алады. Сол күні кешке Батыр үйге оралып, оларды бірге көріп, әкесінің сөздерін есіне алады. Ол бір нәрсеге ренжіген сияқты. Сол кезде біздің кейіпкеріміз Кангпен бірге әкесінің мейрамханасына барады. Ол барлық достарын сол жерден тауып алады. Олар оның көңілін көтеріп, онымен әзілдеседі. Осылайша ол сынақтан өте алмағанын ұмыта алады. Біздің кейіпкеріміз күні бойы олармен бірге болып, өзін бақытты сезінеді, бірақ күннің соңында үйге келгенде сол жерде отырған кейіпкерді көреді. Оны көргенде, ол оны уақытын босқа өткізді, оқымады, кестесін сақтамады және оған арнап жасаған түйіндемелерін оқымады деп айыптап, оны қорлайды. Ол тіпті Кангты кінәлайды, өйткені ол оның күнін қалай өткізгеніне ренжіді. Канг оны қорғауға тырысады және кейіпкерден онымен бұл үнмен сөйлеспеуін сұрайды. Бірақ кейіпкер оны елемей, біраз уақыт үнсіз қалады. Содан кейін үйден кетіп, қайта оралмауын өтінеді. Ол кейіпкерді тағы да қорлайды. Кан оған қалай қарайтынына шыдай алмай, кейіпкермен төбелесуге дайын. Бірақ кейіпкер бұл орын алмас бұрын, оны қолынан ұстап тоқтатады. Кейіпкер оның реакциясын және оның Канды қалай қолдайтынын көргенде, ол ренжіді. Ол ашуланып үйден шығып кетіп қалады. Есіктің сыртында қорқып, өзін ұстай алмай күтіп тұрған Канды көреді. Кан онымен ұрыса бастайды. Екеуі бір-бірін алға-артқа ұрып, екеуі де күш қуатынан айырылғанша жұдырықтасады. Ақырында олар тоқтап, ақылға қонымды сөйлесу үшін отыруды шешеді. Олардың әңгімесі кезінде Кан қорғанып, ренжіген кейіпкерді көрген сайын ренжігенін мойындайды. Ол кейіпкердің оған тым қатал екенін, оған үнемі қысым көрсететінін түсіндіреді. Батыр оған жақсы адам болып, табысқа жетуін қалағандықтан ғана солай қарайтынын айтып, салқын жауап береді. Егер ол оны итермелемегенде, ол өмір бойы сәтсіздікке ұшырайтынын және ешқашан жақсартуды қажет етпейтінін айтады. Содан кейін ол Канды тастап, үйден кетеді. Кан өзін әділетсіз айыптағандай сезінеді, бірақ ол оған мән бермейді. Бұл арада кейіпкеріміз оқуға қайта оралып, күш қуатын арттырып, айналасындағылардың барлығын мақтан тұтып, қуантады. Емтихан күні қайта келгенде, ол табандылық танытады. Емтихан біткен соң Батырмен кездесуге барады. Ол оған бұл жолы шынымен оқығанын және емтихан тапсыратын, тапсырмайтыны маңызды емес екенін айтады. Ең бастысы, ол жұмыстың бір бөлігін орындады. Ол сондай ақ оған енді өзін кінәлі сезінбейтінін айтты, өйткені ол оған басынан бастап істеу керек нәрсені істеуге көмектесті. Ол оған шын жүректен алғысын білдіріп кетіп қалды. Есеп беретін күн жақындап қалды. Ол қобалжыды және оның мазасыздығын ешкім көргісі келмейді. Сондықтан ол достарынан оны жалғыз қалдыруын сұрайды. Бірақ оның нәтижесін көргенде, ол шошып кетеді, табысқа жетеді. Ақыры медбике болады. Барлығы оның жетістігін тойлап,
өз үйінде той жасап жатыр. Ол өзін шынымен бақытты сезінеді. Келесі күні ол әкесі мен досына мейрамханада көмектесуді шешеді. Кан күні бойы онымен бірге болу мүмкіндігін пайдаланады. Ол оған жақындауға тырысады және ол ақыры оған жүрегін ашты деп ойлап, өзін бақытты сезінеді. Ол өзінің бар екеніне сенеді. Оны жеңді және ол кейіпкерді ұмытып кеткен сияқты. Бірақ үйге оралғанда ол батыр туралы ойлауды тоқтата алмайтынын түсінеді. Ол оны есіне алуды жалғастырады және дәл осы сәтте оны қаншалықты сағынғанын өзіне мойындайды. Ол диваның қасында тұр. Ол оған өз сезімін мойындайды, бірақ ол оған енді сезімге де, махаббатқа да мән бермейтінін айтады. Ол оның сөзіне ренжіп, оны тастап кетіп қалады. Сыртқа шыққанда алдынан Денді көреді. Оның ренжігенін көріп, оның көңілін көтеруге, күлдіруге және онымен кофе ішуге шақыруға тырысады. Бұл оның таңданысын көрсетеді. Кейінірек Дива кейіпкермен кездесуге барғанда, ол оны таппайды. Ол оның оған қызықпайтынын түсінеді және бұл оны одан сайын ренжітеді. Ол батыр сияқты адамды жақсы көргені қаншалықты ауыр екенін айтып, жылай береді. Оған дейін кейіпкерімізге жүгінейік. Колледждің бірінші күнінде Мейірбике ісі колледжінің жаңа студенттері медицина колледжінің студенттерімен ойын ойнайтын дәстүр бар. Біздің кейіпкеріміз, әрине, қатысады, бірақ ұтылады. Оның жазасы медициналық колледждегі біреумен 2 апта бойы кездесу, бірақ онымен кездесуге ешкім келіспейді. Бұл жерде кейіпкеріміз ренжіп, араша түседі. Ол жазаны өзі көтеретінін мәлімдейді. Ол оған осы уақыт бойы онымен бірге боламын деп уәде береді. Дива мұны көргенде қатты ашуланады. Ол оның тек кейіпкерге деген сезімі бар екенін біледі. Оның кейіпкердің жағына шыққанын көргенде, ол оны мүлдем жоғалтып алғанын түсінеді. Кейіпкерімізді жұбатып, уайымдама, бұл ойын болса да, мен саған қамқор боламын. Мен әрқашан сенің жаныңда боламын деп жұбатады. Бұл сөздер кейіпкерімізді қатты қуантады, бірақ Дива одан сайын қызғанып, ренжіп қалады. Ренжіген Дива кетуге шешім қабылдайды. Ал Ден оның соңынан ереді, бірақ ол одан бас тартады. Оның оған мән бермейтінін, тіпті жұбатуға тырыспайтынын түсінген Ден оның сөздерінен ұялып кетіп қалады. Кездейсоқ серуендеу кезінде Ден кейіпкерге тап болады. Ол кенеттен оның бірінші күні оған көмектескен адам екенін есіне алады. Осы сәттен бастап Ден онымен дос бола бастайды. Сонымен бірге кейіпкеріміз кейіпкерге жақындай түседі. Ол одан үйіне қайтуын сұрайды, бірақ ол оған керек уақытта оралатынын айтып, бас тартады. Ол ренжіді, бірақ үндемейді. Үйге оралғанда ол батырдың бәрін тасымалдағанын біледі және олармен бірге тұру үшін қайтып оралуды жоспарлайды. Ол қатты қуанды, бірақ оған сену қиын. Ол оған тек дұрыс сәтті күтіп тұрғанын айтады. Осы уақытта Дива мейрамханаға батырға қонаққа барады, бірақ оның қорқынышы бойынша ол одан тым алыстап кеткенін түсінеді. Ол оның жүрегінде ешқашан орын болмайтынын мойындады. Ол бәріне, соның ішінде Денді ренжіткеніне өкінеді және сол күні өзін қатты күйзеліске ұшыратады. Келесі күні университетте кейіпкерді тастап кетеді. Ол оның оған деген салқынқандылығын ұнатпайды, бірақ ол онымен амандаспай-ақ кетіп қалады. Ден оған жақындап, оны бір жерге баруға шақырғанша, ол күні бойы көңілсіз күйде өткізеді. Ол келіседі. Олар бірге болған кезде ол оған кейіпкерді жақсы көретінін айта береді, бірақ ол оған мән бермейді немесе оған жауап бермейді. Ден оны бақытты ететін адам бола алатынына сендіруге тырысады, бірақ ол бас тартады. Оның кейіпкерді шынымен жақсы көретіні және басқа ешкімді сүймейтіні белгілі болды. Кейінірек кейіпкеріміз кейіпкерді іздеп, оның көрнекті студенттерге арналған лекцияға қатысып жатқанын біледі. Ол келгенде бір күні орманда кездескен кемпірді байқайды. Дәрісі біткен соң батырмен амандасуға барады. Қарт оларға бір-біріне жарасымды екендіктерін, болашақта бірге болып, бір-біріне қолдау көрсету керектігін айтады. Бұл сөздерді естіген кейіпкеріміз қатты қуанады. Ертеңгі күн олар үшін өте маңызды болатынын сезеді. Бірақ кейіпкер тек түсінбегендей кейіп танытып, немқұрайлықты бейнелейді. Ал бүгін оның туған күні екені ешкімнің есінде жоқ. Кейіпкеріміз мұңаяды. Өйткені оны ешкім құттықтап, туған күнін тойламайды. Бірақ ол үйге келгенде, отбасының оған кеш ұйымдастырғанына таң қалады. Ол қатты қуанады. Олар күні бойы бір отбасы болып бірге әзілдесіп, ойнап, қуанышпен тойлайды. Келесі күні кейіпкеріміз университетке түскенде, Дива кейіпкерге жабыса береді. Бірақ бұл жолы кейіпкеріміз оған мүмкіндік бермейді. Ол сабырлы түрде олардың соңынан еріп, бақылап отырады. Кейін батыр үйге келгенде әкесі оны сөйлесуге шақырады. Өкінішке орай, олардың серіктестігі бұзылып жатқанын біледі. Әкесі оған, балам, мен бұл мәселенің шешімін табу үшін Жапонияға баруым керек, дейді. Осы уақытқа дейін компанияның жауапкершілігін сенің қолыңда қалдырамын. Батыр отбасының жағдайына қатты ренжіп, не істеу керектігін ойлай береді. Сол күні ол әдеттегідей кейіпкерімізді үйіне апарады. Ол оның уайымдап тұрғанын байқап, одан неге ренжігенін сұрайды. Ол енді онымен уақыт өткізе алмайтынын түсінеді. Өйткені ол жақын арада бос емес болады және одан алыстап кетуі мүмкін. Ол оның өзгеру себебін тікелей сұрағанда, ол бұл мәселені елемей,
отбасының банкроттыққа ұшырау алдында тұрғанын айтудан бас тартады. Ақырында ол бас тартады және оған бизнесті қалағандай жүргізуге рұқсат беретінін айтады. Колледжден кейін ол достарымен кездесуге барады. Кейінірек кейіпкер оның күлгенін және олармен бірге өмірден ләззат алғанын көреді. Ол қызғанып, ол болмаған кезде басқа біреуге жақындай алады деп қорқады. Ол әлі де ренжіп үйіне қайтады. Анасы оның көңіл күйін байқап, жұбатуға тырысады. Содан кейін ол әкесін әуежайдан алып кету керектігін еске салады. Ол әкесімен кездескенде ер адам оған аш екенін айтып, досының мейрамханасында кешкі асқа шақырады. Олар сонда барады. Кездейсоқ кейіпкер де сонда болады. Әкелер бір-бірін жақсы біледі. Әңгіме барысында кейіпкердің әкесі тіпті мектепті бітіргеннен кейін кейіпкердің ұлымен бірге болып, оған қамқорлық жасап, онымен бірге жұмыс істеуін ұсынады. Бірақ кейіпкер қуанудың орнына ашуланады. Ол оны қасында қалуға мәжбүрлеуге болмайтынын және бұл қиындай түссе де, өз өмірін өзі өткізуі керек екенін айтады. Оның ауыр сөздері кейіпкерді қатты қынжылтады. Онымен татуласуға тырысудың орнына ол орнынан тұрып кетіп қалады. Оның әкесі көңілі қалған, үйде қалады, бірақ жағдайдың қалай болғаны үшін өзін бақытсыз сезінеді. Кейіпкер өзін ренжіткендей сезінеді, бірақ ол күшті болып қалуға тырысады. Содан кейін әкесі ұлын мазақ етіп, оның кейіпкермен осындай дөрекі сөйлескені дұрыс емес екенін ескертеді. Ол тіпті оның мінез-құлқына компанияның күйреуі себеп болды ма деп тікелей сұрайды. Әлі де алаңдап жүрген кейіпкер ақыры жағдайды қалай түзетуге болатынын ойлай бастайды. Ол татуласу үшін кейіпкерге баруды шешеді. Оны көргенде ол бірден онымен қақтығысады. Неге маған бұлай қарайсың? Мен бұған лайық болу үшін не істедім? Мен саған әрқашан қамқор болдым. Сен менен аулақ болуымды өтінгенде, мен одан аулақ болдым. Сен маған жақындауымды өтінгенде, мен одан да жақындадым. Мен бүкіл өмірімді сені күтумен өткіздім. Тек бір ғана жылы сөз күттім. Басқа ештеңе жоқ. Бірақ кейіпкер жауап берудің орнына бей-жай қалады. Жүрегінде ол оған лайықты қамқорлық жасай алмайтынына сенеді. Ол өз өмірін өзі құрып, одан аулақ болып, өзіне қамқорлық жасау керектігін айтады. Оның сөздері кейіпкерді таңғалдырады. Ол ренжіп, жылап қашып кетеді. Кейіпкер келесі күні таңертең оянғанда оны барлық жерден іздейді, бірақ таба алмайды. Ол шарасыздықтан анасына жүгінеді. Ол оған кейіпкердің қайда екенін білмейтінін, тек жоғалып кетпес бұрын түні бойы жылағанын және оның бөлмесіне көз жүгіртуден бастау керек екенін айтады. Бөлме, ол барады, бірақ оны еш жерден таппайды. Ол оны қазірдің өзінде үйден алып кеткенін түсінеді. Ол жынды сияқты асығып, оны барлық жерден іздейді, бірақ таба алмайды. Содан кейін біз қазір әкесінің мейрамханасында оған көмектесіп жатқан кейіпкерімізге барамыз. Ол күшті болуға тырысады және әкесімен бірге күлімдеп, ойнап, қайғысын жасыру үшін әзілдеседі. Олар күні бойы бірге бақытты уақыт өткізеді. Бір кезде ол тайып құлап кете жаздаған кезде, әкесі оны қолына алып, құшақтап алды. Олар кездейсоқ құшақтасып алды. Әрине, дәл осы сәтте кейіпкер пайда болып, оларды бірге көреді. Оның жүзінен ашу мен қызғаныш анық көрінеді. Кейіпкер таңғалып, қазіргі жағдайды түсіндіруге және ақтауға тырысады. Бірақ кейіпкер оны елемей, бөлмеден жүгіріп шығады. Сол күні кешке оны үйіне алып кетуге келгенде, оның ренжігенін байқады. Оның себебін сұрағанда, ол жауап беруден бас тартты. Ақырында ол оның басқа біреуді құшақтап жатқанын көргендіктен ренжігенін айтты. Ол кейіпкердің оған сенбейтінін біледі. Сонымен қатар ол онымен ажырасып кеткен. Ол оны 4 жыл бойы жақсы көретінін мойындады, бірақ оның сүйіспеншілігіне қарамастан, ол бәрібір кетіп қалды. Ол өзінің сезімдері туралы айтқан кезде, оның сөздері кейіпкерді көрсетпесе де үнсіз қозғайды. Келесі күні кейіпкер қызын ренжіткені үшін кешірім сұрау үшін кейіпкердің әкесіне барады. Әкесі оны тыңдап, содан кейін оған, егер сен оны шынымен жақсы көрсең, бұл мүмкіндікті жіберіп алма, деп кеңес береді. Одан тікелей кешірім сұра және ол үшін күрес, өйткені ол тайып кетсе, оны енді ешқашан таба алмайсың. Жақында тағы да жаңа жыл келеді. Әдеттегідей, кейіпкеріміз кешігіп келеді. Бұл кейіпкерді алаңдатады. Бірақ ол ақыры келгенде, ол жалғыз емес. Ол Нана есімді сұлу қызбен бірге келеді. Оны компанияға көмектесуге келген оның жаңа досы ретінде таныстырады. Кейіпкер оны Нанаға тастап кетті деп ойлап, бәрін бірден түсінбейді. Кейін батырдың ағасы шындықты ашады. Нана жай ғана жаңа дос емес. Ол шын мәнінде кейіпкердің Жапонияда танысқан бұрынғы сүйіктісі. Олар 10 жыл бірге болды және ол оны ешқашан ұмыта алмады. Қазірдің өзінде ол оны әлі де жақсы көреді. Мұны естіген кейіпкердің жүрегі жарылып кетеді. Ол үйіне барып, ұйықтап қалғанша жылайды. Таңертең ол көз жасын сүртіп, мықты болуға тырысады. Ол тіпті Нанамен бетпе-бет кездесуге бел буады. Бұл арада кейіпкер үзіліп қалады. Ол Нанамен өткен өмірінің енді маңызды емес екенін дәлелдеуге тырысады. Бірақ сонымен бірге қызғаныш оны жеп қояды. Әрқашан кейіпкердің қасында болған мейірімді және қамқор досы Кан оны тапқан кезде оны қайтадан жұбатып, жылап жібергенде, жағдай одан сайын нашарлай түседі. Ренжіген кейіпкер Канға одан аулақ жүруін айтады. Бірақ Кан бас тартудан бас тартады. Ол не айтса да, не істесе де әрқашан оның жанында болатынын еске салады. Бірте-бірте ол оған сене бастайды. Оның өмірінде оның қатысуын қабылдауға дайындалады. Бір күні батыр оларды қайтадан бірге ұстап алады.
ал қызғаныш оны басып алады. Ол бір кездері оны жібергеніне өкінеді және бәріне өзі кінәлі екенін түсінеді. Бірақ ол жағдайды түзете алмай тұрып, кейіпкердің заттарын жинап, үйінен шығып кеткенін біледі. Мейрамханада ол Кангқа ертерек ұрғаны үшін кешірім сұрайды. Канг оған ашуланбайтынын айтып, ақырын онымен бірге бір жерге баруын өтінеді. Сонымен бірге кейіпкер Нанамен бірге ол одан өзінің шынайы арманы туралы сұрайды. Және ақырында ол өзінің арманы атақ үшін емес, дәрігер болу екенін мойындайды. Ол мұны қалайды. Өмірінің соңына дейін шын сүйетін адамының жанында болады. Нана бәрін түсінеді. Ол енді оны сүймейтінін, оның жүрегі енді басқа біреудікі екенін түсінеді. Біздің кейіпкеріміз кейінірек Кангпен серуендеп жүргенде байқайды. Ол одан кейіпкермен бірге көрген қызы Нана туралы тікелей сұрайды және ол құлықсыз түсіндіреді. Ақырында Канның жай ғана дос болғысы келмейтіні белгілі болды. Бірақ ол оны қабылдауға тырысқанымен, ол өзін жайсыз және көңілсіз сезінеді. Өйткені оның жүрегі әлі де кейіпкерге байланған. Ол қызғаншақ және Кангқа мүмкіндік бергісі келеді. Сондықтан ол кейіпкерден оған үйленуін сұрайды. Бірақ ол жауап беруден жалтарады. Ол оған мүмкіндік берсе, оны міндетті түрде жақсы көретініне сенімді бола отырып, оны әртүрлі жолдармен сендіруге тырысады. Бірақ кейіпкеріміз оған тікелей жауап бермей кетіп қалады. Келесі күні ол келгенде Нананың батыр күтіп тұрғанын көреді. Нананы көрген бойда кейіпкеріміз оған сыпайы түрде сәлем береді. Нана сүйкімді қыз болып көрінеді. Тіпті кейіпкерді олармен кешкі асқа шақырады. Бірақ кейіпкер одан бас тартады. Кейінірек ол кейіпкермен кездескенде, ол Нананың оған қаншалықты қызығушылық танытатынын, олардың қаншалықты жақын екенін және бір-біріне қаншалықты сәйкес келетінін байқайды. Бұл кейіпкерді қызғандырады. Сондықтан ол кейіпкердің назарын аудару үшін оның жанынан өтуге тырысады. Мейрамханаға әкесіне барғанда, ол Каннан оған әлі де үйленгісі келетінін сұрайды. Кан оны кез келген уақытта оған үйленуге дайын екеніне бірден сендіреді. Ұзақ күткеннен кейін ол ақыры оның оған мүмкіндік беріп жатқанын білгенде қатты қуанды. Ол жақын арада өзінің өмірлік махаббатымен құда түсетініне сене алмайды. Бірақ кейіпкер қобалжыды. Ол әрқашан Канды жай ғана дос ретінде көретін, басқа ештеңе емес. Ол оны бірінші рет ғашық ретінде көруі керек. Соған қарамастан, Кан оны табиғи түрде қабылдайтынына өзін сендіреді және ол оны қандай жағдай болмасын жақсы көруге дайын. Кейіпкер өзіне дұрыс адамды, оны шын сүйетін адамды таңдағанын және олар барлық уақыттарын бірге өткізе бастағанын айтады. Кан оған деген қамқорлығын үнемі өзінің сезімін ашық мойындау және оны қаншалықты жақсы көретінін білдіру арқылы көрсетеді. Оның кейіпкермен қарым-қатынасы толығымен жоғала бастады. Ол бейтаныс адамға ұқсайды, дос та, жау да емес. Сайып келгенде біздің кейіпкерімізді басқа жерге ауыстыратын күн келеді және бұл оның айналасындағылардың барлығына әсер етеді. Басты кейіпкерден басқа. Келесі күні колледжде Дива басты кейіпкерді күтіп, одан оны жақсы көретінін тікелей сұрайды. Ол оған тек оның ойлау тәсілі мен интеллектісін ұнататынын, бірақ оның сезімін жоққа шығаратынын айтады. Ренжіген Дива бас тартуды қабылдап, тіпті Денді ескере отырып, әрі қарай жүруді шешеді. Бірақ ол көп ұзамай Деннің шетелге оқуға кететінін біліп, оған тек естеліктерін қалдырады. Осы кезде Кан университетте батырмен бетпе-бет келеді. Ол кейіпкермен бұрыннан айналысқанын айтады және өткенді ұмытқанша оның жанында болуға уәде береді. Канг тіпті кейіпкерге кетер алдында енді оған жақындамауды ескертеді. Кейінірек Кан кейіпкермен кездесіп, оған мейрамхана сатып алғанын және енді өз жобасын басқаратынын мақтанышпен айтады. Ол оған қуанышты және оны қолдайды. Бірақ кейіпкер олардың жақындығын көргенде, оның жүрегі ауырады. Ол күні бойы ренжіген күйде өткізеді. Нана мұны байқап, оның неге үрейленгенін сұрағанша, бірақ ол оны бұлғап тастайды. Нана олардың баяғыда берген уәдесін есіне алып, одан әлі де ұнаймы деп тікелей сұрайды. Ол оған еліне оралуына бір ай ғана уақыт қалғанын айтады. Сонымен бірге кейіпкердің әкесі досына қонаққа келіп, кейіпкердің Нанамен қарым-қатынасы туралы сұрайды. Досы Нана мен кейіпкердің бала кезінен жақын болғанын түсіндіреді. Ол әрқашан оның жанында болды. Оған барлық жағынан көмектесті және олар бір-біріне қатты тәнті болды. Мұны естігенде кейіпкер қатты күйзеледі. Ол ешқашан кейіпкермен бірге болуға үміті жоқ сияқты сезінеді. Ол көзіне жас алады, бірақ кенеттен оның алдында тұрған кейіпкерді көреді. Ол одан бірдеңе айтуын күтеді, бірақ ол үндемей қала береді. Шыдай алмай, ренжіп, кетіп қалады. Үйге келгенде ол өз бөлмесіне қамалып, ауырсынудан бас тартып, шексіз жылайды. Келесі күні кейіпкердің әкесі кенеттен біреудің есікті қағып жатқанын естиді. Тексеруге барса, ол жерде тұрған Кан Инді көреді. Кан Ин қызына үйленуге рұқсат сұрайды. Әкесі шошып, асықпауын өтінеді. Бірақ Кан Ин кейіпкерді бала кезінен жақсы көретінін, оның сезіміне сенімді екенін және ол өмірінің қалған бөлігін бірге өткізгісі келетін адам екенін түсіндіреді. Ағай, мен сізден ең болмағанда бізге құда түсуге рұқсат беруіңізді сұраймын, деп жалбарынады ол. Әкесі қолын тигізіп келіседі. Ол соңғы шешімді қызы қабылдайтынын анық айтқанымен, ол иә деп жауап береді деп үміттенеді. Өйткені ол Канның оны қаншалықты жақсы көретінін көреді. Кан Ин қатты қуанып, қалғанының бәрі өзіне байланысты екенін айтады. Бірақ кенет олар әлі сөйлесіп жатқанда бөлмеге бір батыр кіріп келеді. Қобалжыған ол кейіпкердің сөзін бөліп,
одан бірдеңе сұрағысы келетінін айтады. Ол оның не қалайтынын сұрайды, ал ол онымен кездесуге барғанын қалайтынын айтады. Кейінірек кейіпкердің әкесі оның отбасына барып, Канның ұсынысы туралы хабарлайды. Ол оларға негізінен келісетінін айтады, бірақ соңғы таңдау қызына байланысты. Алайда кейіпкердің анасы ашуланады, өйткені ол кейіпкерге ұсыныс жасаған ұлының өзі болғанын қалайды. Ол Кангты әділетсіз сынай бастайды, бірақ кейіпкердің әкесі Кангтың кейіпкерді жақсы көретін және оған қамқор болатын жақсы жігіт екенін айтып, оны қорғайды. Шиеленіс күшейіп, кейіпкер жағдайдың ауырлығын сезінеді. Анасы оған Нанаға бүгін кездесуге баруға уәде бергенін еске салады. Бірақ ол бұл шынымен маңызды ма деп сұрағанда, оған ешкім жауап бермейді. Осы уақытта олар бірге уақыт өткізеді және ол өзін бақытты сезінеді, тіпті оған ұнай бастайды. Кан өзінің шынайы сезімін мойындауға тырысады, бірақ соңғы сәтте ол қобалжып, артқа шегінеді. Сонымен бірге Батыр мен Нана да кездесуге ойын-сауық саябағында. Батыр қарны ашқанда Нананы тамақ ішуге жалғыз қалдырады. Кездейсоқ кейіпкер Нананың оны күтіп тұрғанын көреді. Ал кейіпкер қайтып келгенде, олар оған өте жақын болып көрінеді. Жағдайды дұрыс түсінбей, ренжіп қалады. Кейіпкер мұны байқап, оған жақындауға тырысқанда, ол оған қызықпайтынын айтып, кетіп қалады. Осы кезде героинге тамақ сатып алуға барған Кан қайтып келіп, оны таппай қалады. Ол дүрбелеңге түседі, бірақ кейінірек оған қоңырау шалып, ақыры оған тамақ ұсынып, оны қуып жетеді. Ол тамақ іше бастағанда, оның ішінде жасырылған сақинаны тауып алады. Шошып кеткен ол одан бұл туралы сұрайды. Қобалжыған, бірақ шешімді. Кан оны ұнататынын, оған үйленгісі келетінін және оны жақсы көруді үйренгенше оның жанында болуға дайын екенін шын жүректен мойындайды. Мен саған ұсыныс жасағым келеді, қызым, дейді ол. Кейіпкер әлі де Батыр мен Нан туралы ойлап, шаршап, абдырап қалады, бірақ сол эмоционалды сәтте ол келіседі. Кан бұған сене алмайды және қатты қуанады, бірақ өкінішке орай, кейіпкер бәрін естиді. Оның көңіл күйі әп сәтте өзгеріп, қатты ренжіп кетіп қалады. Кейіпкер үйіне қайтқан түні Канның ұсынысы мен өз реакциясы туралы ойлана береді. Ол қобалжыды және қорқады, өйткені ол әлі күнге дейін оған деген сезіміне сенімді емес. Әкесі оның мазасыз күйін байқап, ақырын тыныштандыруға тырысады. Ол оған асықпауға, мұқият ойлануға және оның шешімін қандай болса да құрметтейтінін есте сақтауға кеңес береді. Осындай маңызды нәрсеге асықпаңыз, деп кеңес береді ол. Кейіпкер әкесінің сөзін ой елегінен өткізіп, оған оның сезіміне сенімді болмайынша шынымен шешім қабылдауға болмайтынын түсінеді. Осы кезде кейіпкердің анасы ұлының ренжігенін байқап, себебін сұрайды. Ақырында ол кейіпкерді Канмен бірге көргенін мойындады және бұл оның жүрегін жаралады. Олардың бір-бірін жақсы көретіні анық. Ол анасына қиындық туғызады және оның ойын өзгерту үшін кейіпкердің әкесіне баруға тырысады, бірақ ол бас тартады. Ол қандай жағдай болмасын қызының таңдауын құрметтейтінін біледі. Кейінірек кейіпкер колледжге түскенде, ол досының алаңдайтынын және әдеттегідей зейінін шоғырландырмайтынын байқайды. Ол одан себебін сұрайды. Ол оған Кангпен қарым-қатынасы туралы, оның оған ұсыныс жасағанын және оның келіскенін айтады. Бірақ ол оған деген сезіміне әлі де сенімді емес. Ол досына өзіне сенімді болғанша үйленуге асықпауға кеңес береді. Біз Нанамен кездесіп жүрген кейіпкерімізге көшеміз. Олар оның Жапонияға оралатынын біледі. Ол оған ұнайтынын және онымен бірге қалғысы келетінін меңзейді. Ол оның сезімдері бірдей ме деп сұрайды. Бірақ кейіпкер үндемей, оған жауап бермейді. Бұл жерде ол оның сезімін қайтармайтынын түсінеді. Біз кейіпкерімізге көшеміз. Ол үйге келгенде, ол Кангпен құда түсуге асыққандықтан тұйық және көңілсіз болып қалады. Ол әлі де Батырды жақсы көреді. Кан оған қонаққа келгенде, әкесі оның ренжігенін байқап, одан ойлануға және шешім қабылдауға уақыт беруін сұрайды. Кан қалуды өтінсе де келіседі. Келесі күні кейіпкер отбасымен таңғы ас ішіп жатқанда інісі келіп, кейіпкердің ақыры үйленетінін қуана хабарлайды. Бұл хабарды естіген кейіпкер шошып кетеді. Ол ренжіп, тамағын тастап, кетіп қалады. Ашуланған ол апатқа ұшырап, ауруханаға түседі. Әжесі оны көруге тез келеді. Ол уайымдап қасында қалады. Ол сауығып кеткеннен кейін ол ұшып кету үшін әуежайға барады, бірақ кетер алдында оның басқа біреуге деген сезімі бар екенін түсінеді. Содан кейін кейіпкер қашып, кейіпкерді барлық жерден іздейді, бірақ оны таба алмайды. Ол туралы сұрау үшін әкесіне барады және оның жаңа мейрамханасында Кангпен кездесуге барғанын айтады. Ол сол жерге асығады, бірақ ол келгенде Кангтың оны құшақтап тұрғанын көреді. Ол өзін қатты күйзелгендей сезінеді және оны шынымен жоғалтқан болуы мүмкін екенін түсінеді. Бірақ шындық мынада, дәл осы сәтте кейіпкер Канға оны тек ағасы ретінде жақсы көретінін мойындайды. Ол оған әрқашан қасында болғаны және оны қолдағаны үшін алғыс айтады, бірақ ол енді өзін алдай алмайтынын мойындайды. Ол сақинасын тастап, оны өзіне қайтарады. Кан ақыры түсінеді және оған қысым көрсеткені үшін кешірім сұрайды, бірақ ол оны әлі де жақсы көретінін мойындайды. Ол сыртқа шыққанда шаршаған және денсаулығы нашар болып көрінетін кейіпкердің оны күтіп тұрғанын көреді. Оны көрген бойда ол өзінің сезімін ақыры түсінгенін айтып, оған деген сүйіспеншілігін тез мойындайды, бірақ ол да кеш екенін біледі. Ол бұрын оған және оның эмоцияларына мән бермегені үшін кешірім сұрайды. Ол оған екінші мүмкіндік беруін сұрайды, бірақ біздің мықты кейіпкеріміз
бас тартады. Ол оны бірнеше рет ренжіткенін және оны алдағанын еске салады. Енді қайтып оралудың қажеті жоқ. Ол кетіп қалады. Ал жүрегі ауырған кейіпкер оның сезімдері жоғалып кеткенін түсінеді. Келесі күні Кан Батырға қонаққа келеді. Батыр одан кейіпкерге қамқор болуын сұрайды. Бірақ Кан ашуланып, оны Батыр тастап кетті және ол әдеттегідей Кангты таңдады деп ұрады. Әлі де шешімді. Батыр кейіпкерге жүгіріп барып, оны оқып беруін өтінген хат береді. Онда ол оны қаншалықты жақсы көретінін айтып, оған тұрмысқа шығуын өтінеді. Кейіпкер әсер етіп, оған екінші мүмкіндік беруді шешеді. Ол қуана келіседі. Ол отбасына барады және оның кейіпкерге үйленуге шешім қабылдағанын естігенде бәрі бақытты және оны қолдайды. Бұл жолы ол дұрыс нәрсені жасауға шешім қабылдады. Ол ресми ұсыныс жасап, әкесімен танысады. Оның әкесі бұл некеге келіседі. Ақыры олардың үйлену тойы бар. Сериал осымен аяқталады. Соңына дейін оқыған болсаң, каналға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетесің деп үміттенемін. Сізге ұнайтын басқа эпизодтарды да көре аласыз. Бізде көптеген әдемі сериалдар бар. Мен сізге ең жақсыларын ұсына аламын. Құрметті көрермен, рахмет және тыныштық тілеймін.